Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай дәмі керемет тауық тәтті соуста жасаймыз. Жасап көріңіздер менімен бірге. Просто супер. Ең бірінші біз тауық етін осылай 4 бұрышты қылып турап аламыз. Мискаға саламыз. Одан кейін су май құямыз. Крахмал жарты стакан қосамыз. Тұз, ас содасын қосамыз. Қанша қосу керек екенін комментарийға жазып кетемін. 2 жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Кішкене араластырғаннан кейін жарты кесе су қосамыз. Осылай жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін біз соусын жасаймыз. 140 грамм кетчуп, қант қосамыз. Жарты стакан су, крахмал және соус қосамыз. Соевый соус. 2 қасық күріш уксусын қосамыз. Жақсылап араластырып, осылай қуырып аламыз. Мен 2 рет қуырдым. Сосын осылай соусты қазанға құямыз да. Одан кейін тауықты саламыз. 5 минут қуырып аламын осы соуспен бірге. Міне өте дәмді, түрі де ап-әдемі, жасап көріңіздер.